Қайырлы күн баршаңызға достар. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын гряцтың рецептін бөлісемін. Бізге ең алдымен осындай кез келген кофе жарайды. Менде осы кофеден жасаймын. Бірінші кофемізді бір қасық, үлкен қасықтан бір қасық саламыз. Негізі темір ыдыс болған дұрыс. Біз бұл кофені қазір бір қайнатып аламыз. Bir az қасық кофемізді саламыз. 3 аз қасық қантымызды саламыз. $400 üstüne su құямыз, салқын су. Енді бұны отқа қойып, бір рет қайнатып аламыз. Мінекей астын жағып, орташа отқа қоямыз. Бізге бұның қатты қайнаудың қажеті жоқ, бір рет болды. Осы араластырып отырамыз, асты қатты қалмау үшін. Мінекей кофеміз осылай бір етіп қайнады. Бұны қатты қайнатудың бізге қажеті жоқ. Ішінде қанты ерігенше болды. Мінекей астын өшіреміз. Бұны салқындатып қоямыз. Салқындаған соң холодильникке 2 сағатқа жібереміз мұздату үшін. Мұздатқыштан кофеміз дайын болды. Мінекей мұздай болды. Енді ыдысымызды дайындаймын. Мен мынандай бокалға дайындаймын. Мороженое осындай пломбирный мороженое алуымыз қажет. Мен осыдан асыған ұя қолданамын. Негізі шоколадтың болмаған дұрыс. Екі бөлігін тағып аламыз ыдысымызға. Салқын кофемізді құямыз. Мінекей құйдық. Енді жақсылап араластырып аламыз. Тағы 1-2 бөлігін саламыз. Мінекей біздің гряцтеміз дайын болды. Салқын сусынымыз. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, балаларға ұнайды. Қазіргі жаздың ыстық күнінде таптырмас сусын.